Күн жүйесіндегі Юпитер планетасын біле тұрып, оның серіктеріне көңіл бөлмегеніміз дұрыс емес. Сіз білетіндей Юпитердің 4 серігі бар: Ио, Европа, Каллисто және Ганимед. Ал олардың ішіндегі ең қызықтысы Европа. Сонымен достар, бүгін Скаврон арнасы сіздерге Европа туралы баяндап беретін болады. Европа Юпитердің 6-шы серігі. Галилейлік серіктердің ішіндегі ең кішісі. Ол 1610 жылы Галилео Галилеймен ашылған болатын. Дәл осы Европа 1970 жылдардан бастап жер шарының астрономдарына қызық бола бастады, және дәл осы кезден Европа зерттеле бастады. 1960 жылдарда НАСА ғалымдарының басты миссиясы күмәнсіз Аполлон болатын. НАСА қызметкерлері үшін ай өзгеше объект болды, бірақ олар тек айды ғана зерттеп қойған жоқ. Олардың теориясы бойынша басқа планеталардың гравитациялық күшін пайдалану арқылы зондтарды алысырақ жіберуге мүмкіндік болады. Және 2 наурызда 1972 жылы Флоридада кезекті пионер зонды ұшырылды және Юпитер орбитасына сәтті жетті. Одан соң бәрімізге белгілі бірінші Voyager 1979 жылы Юпитерге жетті. Европаның ең алғашқы детальды суреттерін жібергенде осы болатын. Астрономдар Европа қыртысының мұқият қарай отырып, ондағы сызықтарды гидрожарылыстарға теңеді, және гидрожарылыстарды бұрын-соңды олар тек жерден байқаған болатын. Осы болжам арқылы олар Европада да су болуы мүмкін екендігін алғаш рет болжады. Европаның жер бедері өте суық, оған себеп оның мұзды жер қыртысы. Температура шамамен -150-220 градус Цельсий аралықта болады. Бұған қоса ондағы радиация мөлшері де өте үлкен, өйткені Европаның Юпитерді айналу орбитасы Юпитердің өте үлкен радиациялық белдеуінде жатыр. Шамамен алғанда 500 бар радиация. Хаббл телескопы түсірген кескіндер бойынша Европа бедерінде гейзерлер немесе соған ұқсас нәрселер бар. Егер бұл дұрыс тұжырым болса, демек шынында да Европаның мұз қыртысының астында сұйық су бар деген сөз. Ал ол судың мөлшері қазіргі астрономдардың айтуынша жердегі су мөлшерінен 2 есе көп. Европаға келесі миссия 2020 жылы аттанбақ. Миссияның аты Европа Клиппер. Орбиталды зондтың басты міндеті Европа қыртысын жаңа технологиялар бойынша сапалы кескіндер алу және оның тіршілікке жарамды немесе жарамды емес екенін зерттеу. Сонымен видеомыз бітті. Егер ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Достар, сіздерді Скавронның ВК-дағы парақшасына шақырамын. Онда күнделікті ғарыш бағытындағы жаңалықтар және қызықты мәліметтер ала аласыздар.